Қайырлы күн, пончикінің рецебін ұсынамын. Өте керемет, тез дайын болатын пончики. Бұның қамырымен кекс та пісіруге болады. Міне өте керемет, мерекеге қарсы, жаңа жылға қарсы дайындауға болады. Так, видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. 3 жұмыртқа, ұн, сұйық май, айран, қант қосып, видеодағыдай істейміз. Onda елегенде 3-4 бөлікке салып, үйде отырып араластырамыз жақсылап. Сонда қамырымыз кібіртік болмайды. Астына қанша мөлшерде салу керек екен индигреттердің құрамын жазып қоямын. Осындай неге шын майлақ қоямыз, осылай немен. Сұйық май жағып жабысып қоймайды. Осылайынан салафанмен салған ыңғайлы, тезірек салынып. Кімге ыңғайлы солай салуға болады, қасықпен де салуға болады. Осылай аздап салсам, кішірек әдемі болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызша кішкене көбірек салсаңыз да болады. Мен аздап салдым. Осылайынан қозғап 15-20 минут пісіремін. Пісті. Осыны салқындағы формасынан аламын. Осылай шоколадның сарысын қосып, осылайынан істеп аламыз. Егер дүкенге сататын болсаңыз, осылайынан істеп сатсаңыздар болады, арзандай болады. Егер қара шоколад, қазақстанский шоколад сататын болсаңыздар, кішкене қымбаттау болады. Бетін осылайынан әдемілеп әзірлеймін. Себетінден сеуіп әдемілеймін. Өте керемет болып шығады. Өздеріңіз қалауларыңызша сәндеуге болады. Өте керемет болып шыққан, дәмі де ерекше болды. Осындайлар істеп отырмын, өте әдемі болып шығады. Енді жұлдызшаларды бүйтіп әрбір жеріне әдемілеп қойып шығамын.
Өте керемет әдемі болып шықты. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видео рецепт шыққанша қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.